Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен жеміс-жидек қосылған салат, яғни фруктовый салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге әрине ең алдымен жеміс-жидектер, банан, алма, алмұрт керек болады. Өз қалауларыңыз бойынша киви және анар қосып жасасаңыздар болады. Менде үйде бар болған осы зат, сол үшін осы заттардан дайындайтын боламын. Және сүзбе, менде бұның ішінде толық емес, жартысы. Және де бір пиала көлемінде қоюлатылған сүт керек болады. Ең алдымен фруктыларымды жақсылап жуып, қабықтарынан аршып алатын боламын. Мен салатымды осылайша төрт бұрыштап әдемілеп турап алдым. Енді араластыратын боламын. Егер қаласаңыздар, сүзбеде қоюлатылған сүтте қоспай, тек қана йогуртпен жасасаңыздар да болады. Бірақ бұның бір жақсы жері, бұл көп уақытқа дейін суы шығып кетпейтін болады, ұзақ уақыт тұратын болады. Қаласаңыздар, сүзбеде қоюлатылған сүтте қоспай, тек қана йогуртпен жасасаңыздар болады, бірақ бұл көп уақытқа дейін суы шықпай сақталып тұратын болады. Әдемілеп салып алып, бетіне қалыңша шоколад немесе анар сеуіп қоюға болады. Кез келген шоколадты осындай ыдысқа салып, одан кейін үстіне ыстық су құятын болсаңыздар тез ериді. Ұшын пышақпен кесіп, бетіне әдемілеп қойып шығатын боламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.